Sosun özüm bir жақсы костюмдерім бар, жақсы туфлиім бар, киіп көрмеген. Аны ол кезде жақсы костюм, онда менде жараспайды. Просто бір-бірімізге жараспайтынбыз. Киіп енді жас қой енді. Голландский бір қызыл күрең туфлиім бар еді, өмірі киіп көрмеген мен. Баяғыдан атпауым ғой. Соны киіп жаңағы пышақ қылып, үтіктер қылып шалбарды. Ертеңіне сағат 9-да Нұрғиса нене бар. Нұрғиса звондады. Дүйсетай, шәмші біз үйде отыр деді. Сосын ол сұрап келейін деп кетті. Нұрғиса трубканы ұстап отырды. Мен Дүйсетайың кім деді. Ол помощник ғой деді. Дұрысы мақұл. Соны сағат 4-те келсін деп айтты деді. Сағат 9-да барған кісіге 4-ке дейін Нұрғиса нене шықпай отырып қамады. Ол енді дозаққа түскенмен бірдей бас жазылған жоқ. Сосын бір кезде 3-тен асты сағат. Нұрғисаның үйіне пәленбай жігіттер жиналды. Дұрсын Ноғайбаев, Бақымашеваны жиналды. Ішіліп жатыр, біз Нұрғисаға екеуміз шығармаймыз. Сонымен бәріміз 3-тен аса бере жаңағы пропускный пунктқа келдік. Бәріміз 15-16-да. Кіретін екеуміз ғой. Басқалар сыртта күтіп тұру керек. Нұрғисаның үйі жақын, ана Қаракөз магазиніне, Домбровицаның артында жаяу келе саттық бәріміз. Екеуміз пропуск алып шықтық. Жаяу келе жатқанда мен ойлап келе жаттым. Патшалар шақырғанда обязательно бір нәрсемен сыйлап жібереді, өзі шақырса. Ол патшалардың тәртібі. Оны кітаптан да оқыған, басқа ескі өз адамдардан да естіген. Патша егер шақырса, ол обязательно бір нәрсемен сыйлап жібереді. А егер қолың жетіп патшаның алдына дейін жет алсаң, ол сенің арызың қол қойып береді. Мынауың болмайды деп айтпайды. Ол патшаға тән нәрсе емес. Оның алдына жет алсаң, ол обязательно, значит, қол қойып береді арызға. Димашақ үсіп кетіп бара жатқанда, үйіне үсіп кетіп бара жатқанда, қалтасына арыздарын тығып бергендер де болған. Олар да үй алған. Оған арыз жетсе, оны обязательно істейді. Ал өз шақырса, ол обязательно бір нәрсені сыйлайды. Мен енді ойлап кетіп бара жатырмын енді, бұл өз шақырғысы кетіп бара жатырмын ғой мен. Бұл немен сыйлайды? Ол микрорайонда тұрады, 3 бөлмелі үйім бар. 2 бала бір қатынға жетеді, мен өзім далада жүріп үй мәселе дефицит қой, Алматыда. 3 бөлмелі үй болады ғой, 3 бөлмелі. Болады. Демен желекті кетіп бара жатқан. Дегенмен кірдік бардық. Алына да сыртта. Нұрғисаға сырт кесікте қарау, сосын sonra приемның алдында бір милиция бар екен. Пропускымызды көрсетіп, одан да кірдік. Соң жақта жаңа Дүйсетайдың кабинетіне кірдік. Былай жүрдік, үлкен коридор екен де былай, приемный. Ана жерде бір есік, ана жерде бір есік, мына жақта бір есік, қарсы алдында бір есік. Қарсы алдында қонайтын есік екен. Оң жақта жаңа есікке кеттік, жаңа Дүйсетаймен амандасып, пропускыларында ана бәленшеге бердік, қонақтың алдында тұрған қатынға, сары қарынға, енді видимо татарка болу керек астық. Таза-қазақ емес енді. Оның алдында үлкен темір жолдың сағатындай сағат тұр екен, дуалда. Әйелдің алдында. Барып, пропускымызды беріп, сағатына қарап та, сіздер шамалы ерте келіпсіздер деді. Отыра тұрыңыздар деді. Жарайды, ана жерге отыра тұрдық. Қойып қойған мынандай келіп. Сосын не керек, қатын алдына мен 12 телефон санадым. 3-4 қатар телефон қойған екен. Тұр есігін алдына. Сосын мен кіріп шығайын деді, әйел. Кіртті, сіздер кірсін деп айтты деді. Сосын, сіздер енді, представьте, мынау залы осындай ұзын екен. Дәл осындай. Есігі, анау жаңа магнитофон тұрған есік бар ғой, дәл сондай қақ ортадан екен есігі. Сосын ұзын стол қойылған, қызыл мақсатымен жабылған, сосын мынандай студияны қойып қойған, студияның бәрін сыртына қызыл мақсатымен көмкерілген, құрған. Бір 50-60 құдай біледі, ұзын екен. Соны мына жерде төртеуіз отырды. Мен қарап отырмын, тағы қайда, патшаның тағы қайда. Сөйсі тағы болады деп жатыр. Сөйсі мен 5 минут қалдық. Шаламан, сөй бір телефон. Соны өзінің алдында мына жерде бір телефон тұрды. Үлкен мынандай пепельница тұрды.
жалғыз я осы жалтырап сұмдық темек тартып ішетін біреу тастағым келіп отыр не бар мүмкіншілік жоқ. Енді мен сіздерге айтайын деген қонай ақсақалдың несі біз кірсін дегенде ол есіктер двойной есік болады. Мен ішін біліп тұр өйткені ұзын сапақ есіктер бар ғой, ана 1 метр ручкасы бар. Ондай есіктер двойной есік болады. Нұрғиса айттым, нұрға сіз бастаңыз. Ашу керек, ашуың Нұрғиса артынан мен келетім, ана есікті ашқанда мен мұна есік жауып дегенде сонда қонай ақсақал мына есік алдына келіп қалған екен. Сосын Нұрғиса мына Илья отырған жер болады. Мен мына Исакен отырған жер болады. Патшаны өзім төрді отырды. Мен патша болдым. Кім біледі, бұз алғанда әрине сенді күтуге болады. Мен білетін тәртібім патшаның артынан жүруге болмайды. Әйтпесе шақырған мені шақырған, ол Нұрғисаны шақырған емес бар. Мен міне ғана отыруым керек еді, бірақ патшаның артынан жүру керек болды ол үшін. Анаяқтан айналып келді ғой. Осымен әдір ғой, сәкен отырған жер ғой, отыра салдым. Өйткені мен білетін тәртіп патшаның артынан жүруге болмайды. Ол күнә болады. Патшаның тек қана алдында жүру керек, көзінің алдында. Ол тәртіпті білемін, сәкен отырған жерге отырмын, рядым. Сосын әңгімені бастады өз. Бісміллә сөзі Шәмші, мен колхоздарда болам, совхоздарда болам, мен барғаннан кейін шай береді, шай үстінде ән салады, сонда сенің әніңді салады, менде андысында бір қосылып қоятыным бар, сосын өзіңмен танысайыншы деп едім, көрейінші деп едім, жолығайын деп едім, сөйтіп шақырып едім деді. Рахмет аға дедім. Бір сөз осылай болды. Содан кейін қалдаяқ болды, қалдаяқ деп шоқыдаяқ. Баяғыда біреу үйіне мен келуге байланысты, еркештейінде көкшілерді. Еркеш еврейім дейді. Иә, соның әйелі қалдаяқтың әнін салайшы дейді, айтпақшы көзі отыр екен ғой дейді. Қазақстан ондай болған, Қазақстан мұндай болған деп бүкіл Қазақстан туралы әңгіме айтып берді. Өскеменде ондай болған, бүйтіп отырмыз, мына мұндай болған, Гурьевте мұндай болған, бүйтіп жатырмыз, ананы үйтуіміз керек, мынаны бүйтуіміз керек деп. Андысында маған бір сұрақ бар ғой. Сонда бірінші Шәмші келін бар ма деді, балалар бар ма деді. 2 балам бар, келініңіз бар, 2 балам бар дедім. Жақсы екен деді. Қазақстан ондай болған, мұндай болған, бүйтеміз, как положено, үлкен кісілер солай шеңдеу керек. Республика жайында пәленбай мәселелерді айтып берді. Шәмші, сен микрорайонда тұрасың ғой, деді. Иә, микрорайонда тұрам, 3 бөлмелі үйім бар, деді. Жақында орталықтан үй алып берем деді. Ол патшалар шақыру үшін сенің 7 табаңа дейін біліп алады. Попробуй оны алып өтірік айтып көр. Өтірік айтып не бар ма? Мен микрорайон тұратын біліп отыр. Шәмші, сен микрорайон тұрасың ғой? Иә, 3 бөлмелі үйім бар. Жақында орталықтан үй бітеді, орталықтан үй алып берем. Рахмет аға. Қазақстан ондай болған. Шәмші, сен кітабың шықты ма? Бір кітабым шықты. Тағы бір кітабын шығарып берем деді. Ол кезде мокный кітаптар шығу қиын тұғын. Художникті салады оны басылар. Қазақстан ондай болған. Айтып келіп, Шәмші, сен ана нәрсені доғаруың керек деді. Мәдениет қайда жатыр? Арақ деп атын айтқан жоқ. Қой деген қой, баран мысалы, доғару керек деді. Шәмші, сен ана мәселені доғаруың керек деді. Ана нәрсені доғаруың керек деді. Мақұл аға деді. Мақұл деп болмайды ғой. Енді бәрі болды ға. Сосын Нұрғисаға кім Ыдырыс Ноғайбаев 2 парақ арыз беріп жіберген. Нұрғиса қалтасын салып алған. Сосын Нұрғиса өз ана бөлмеге кіріп бір кітабыны, өзінің әндер жинағына Қонай ақсақалға беремін деп бірдеңе деп жазып келген. Ішіне де енді сөйтіп қағаз қарап сөйтіп шыққан қолында. Оны Нұрғиса алдына қойып отырды. Газетке оралған ішіне жаңа кітабы. Сосын бір кезде енді әңгіме біте беретін болып қалды-ау деймін. Сол кезде Қонаев айтты. Шәмші, маған арызың бар ма айтатын деді. Жоқ, арызым жоқ. Шәмші, өтінішің бар ма деді. Жоқ, өтінішім де жоқ. Осы шақырғаныңызға үлкен рахмет деді.
Мысалы сол кезде мен народный артист союз қылып бересің ұлт береді қазір. Народный артист қазақский СССР істеп президент істеп береді, қайсысын заслужили любой істеп береді. Осының қолында ғой. Мен айтқан жоқпын, сұраған жоқпын ешнәрсе. Шақырғанның өзі, патшаның өзі, шақырғанның өзі үлкен дәреже. Пайғамбар шақырып жатыр ол. Қалдаяқты ғана шақырып жатыр, басқа ешбірде бір компания шақырған емес. Соның өзіне қанағат тұттым. Егер мен заслуженный деятель деген атақ алып бер дейсің, менің артымда Әбілахат Еспаев бар. Соғыста Қалдаяқтан бұрын бастаған, Қалдаяқтан бұрын бастаған, Қалдаяқтан популярный, Қалдаяқтан популярный, Әбілахаттың территорияда екеуміз қол ұстасып жүрген, ол аға мен іні болып жүрген жігіт менің қонайдың алдына барып деп маған атақ алып берсек, Әбілахат алдына айтты. Мне же невозможно быть со Ахатпен бір арақ жыл тура емес. Сондықтан мен аға ештеңе керек жоқ, рахмет бердім. Осы шақырғаны сол болды. Содан кейін болғаннан кейін болған пиқыл білдірді. Сосын Нұрғиса жаңа алдында тұрған кітапты жайып берді. Аға мен әндерім жинақ ет деді. Соны қонайып алды дағы, қолына алды кітап. Қақ ортасынан нотный кітап текст. Қақ ортасынан былай бетін ашты дағы, жау қайтып өзіне берді. Қолына алды, кітаптың бетін қақ ортасын бетін ашты да, қайсыдан жау Нұрғисаны өзіне берді. Сосын Нұрғиса жаңа жігіттер сыртта күтіп тұр, ыдырысын ойбай бар, ыдырысын жаңа арыз бар еді. Қалтасын суырып алды да, былай жазып екі парақ. Мынау ыдырыс Ноғайбаев дейтін ініңіздің арыз еді деп берді. Қонайып алды да арызын екі парақ алып, бетін ашты да, бұл арызда не дейді екен деді. Оқыған жоқ. Бұл арызда не дейді екен деді. Ыдырыстың квартира бір бөлмелі ме, екі бөлмелі ме, квартира тарет соны кеңейтіп берсе деген арыз. Жарайды болады деді. Арызды бүктеді да, қайтып өзіне берді. Алған жоқ. Кітапты алған жоқ, арызды алған жоқ. Жарайды болады деді. Содан кейін іс біткендей болды. Содан кейін екі рет, үш рет телефонды қағып болды. Ай, Саттар, жаңа менің алдымда Қалдаяқ пен Тілендиев екеуі болып кетті. Кетті деді, біз отырмыз. Қалдаяқ пен Тілендиев екеуі болып кетті. Әне күні екеуміз бір мәселелер жөнінде келісіп қой, сол Қыртыңбайский болып жүрмесін. Деді қойып қойды. Ой, не мәселесі екен қайдан білем? Видимо, үй бөлісіп жатқанда соны болу керек әсті. Өзім ойым деді. Bir rет скиді араластырған ғана орысша, мен де бір ұнатпаған нәрсемді Қыртыңбайский болды дейтінем, о кісі де сөйлейді. Басқа бір орыстың сөзін араластырмай сөйлейміз. Сол күйінде Қыртыңбайский сол күйінде айтты ма? Сол күйінде айтты, дәл осында. Әне күні екеуміз бір мәселелер жөнінде келісіп қой, сол Қыртыңбайский болып жүрмесін. Сонда біз кейде но и деп қыламыз ғой, ноң да орысша, иің да орысша ғой. Сонда бір но и деген мәселені араластырған жоқ. Таза қазақтың сөзімен сөйледі. Вот что қаншама орыстың майқасып жүріп, өзінің ана тілін, осының ұлылар өзінің ана тілін отлично білген. Мен ұлы деп сол кісіні айтылам. Действительно, мен қанша орыстың сөзін араластырып тұрмын. Ол кісі қанша сөйлеп, бір орыстың сөзін араластырмай сөйледі. Қатты ырза болдым. Содан кейін, оказывается, 70-ші Лениннің туған жылына 100 жылдығына салынған үй екен ғой анау. Үлкен содан Асанәлі де содан үй алды, Майханова да содан үй алды, Ыдырыс Ноғайбаев да содан үй алды. Олар бірінші подъезді, мен последний подъезді. Олар әртіс ғой, мен әртіс емес. Сосын Совет министрінен адам келді, жаңа ордер, мынау үйіміздің ордерін алып кетті, мынау үйдің ордерін жазып берді. Мен сіздерге айтайын дегенім, бір ауыз орыстың тілін араластырған жоқ. Соны сіздерге айтайын дегенім, мынау дүние екен деп соған жауыстау керек. Егер сол кезде мен Қонаевқа машина берсе, машина берейін деп бір атақ берейін деп бір атақты сұрап алғандар қанша көп адамдар сұрап алады атақты. Менің ондайым жоқ. Сіздер мен жақсы білесіздер ғой. Соны маған осыдан зор атақ керегі де жоқ. Менің лозунгым пролетарий всех стран соединяйтесь емес. Менің лозунгым басыма болсын. Бұдан басқа лозунгым жоқ.